жиналыш нысанындағы қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысуларыңызды сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Қазинжпроект инженер экология Есина Анастасияны қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Қолдайсыздар ма? Иә. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдаймын, қарсымын, қалыс қалды деп дауыс беруіңізге болады. Бәріміз қолдаймыз ғой, иә? Осылайша көпшілік дауыспен Есина Анастасия қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарыңызға жеткіземін. Мақұл, сағат 10-нан 10:30-ға дейін қатысушыларды тіркеу, 10:30-нан 10:40-ға дейін қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, сөз, тыңдаулардың хатшысын таңдау, регламентті бекіту. 10:40-дан 10:55-ге дейін қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы баяндама, презентация болады. 10:55-тен 11:15-ге дейін сұрақтар мен жауаптар сессиясы. 11:15-тен 12:00-ға дейін қорытынды жасау, қоғамдық тыңдаудың жабылуы. Аталған регламентте дауыс беруіңізді және бекітуіңізді сұраймын. Қолдаймын, қарсы, қалыс аламын деген нелер бар. Қолдайсыздар ма? Регламентті келісеміз ба? Бейне және фото түсірілім жүргізіп жатқан естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарды қоюларыңызды сұраймын. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюыңызды сұраймын. Сөз сөйлеушілерді бөлмеуді, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймыз. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстыруды және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымыңызды айтуды сұраймыз. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші, өкілі баяндамашы Икеева Ағеке Олберқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, менің атым Икеева Ағеке Олберқызы. Бүгін сіздерге қоршаған орта бөлімдерінен Петро-Қазақстан құмкөл ресурс акционерлік қоғамының Арыстың кен орны үшін атмосфераға зиянды заттардың жол берілетін шығындылары мен төгінділерінің 2025 жылға арналған нормативтер жобасын түзету бойынша есепті таныстыратын боламын. Жалпы оператор туралы жалпы мәліметтерді айта өтсем, шикі мұнай және ілеспе газды өндіру жобаларды әзірлеу мақсаты 2025 жылға арналған атмосфераға зиянды заттардың жол берілетін шығындылары мен нормативтердің жобасын түзету, қоршаған ортаны қорғаудың тиісті бөлімдерін әзірлеумен қатар жүретін бірқатар жобаларды іске асыруға байланысты. Бұл жобаларды іске асыру кәсіпорынның ағымдағы өндірістік қызметін қамтамасыз етеді. Одан кейінгі слайдта ситуациялық карта, яғни жақын елді мекеннің сызбасы көрсетілген. Одан кейінгі слайдта кен орнының шоу сызба картасы көрсетілген. Одан кейінгі 6-шы слайдта құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Аталмыш жобаны іске асырылу кезінде барлығы 230 стационарлық көздер анықталды, оның 101-і ұйымдастырылған және 119-і ұйымдастырылмаған. Құрылыс жұмыстары кезінде 126 стационарлық көздер анықталды, оның 41-і ұйымдастырылған және 75-і ұйымдастырылмаған. Және пайдалану кезеңінде 97 стационарлық көздер анықталып, оның 54-і ұйымдастырылған, 43-і ұйымдастырылмаған болса, сонымен қатар ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде 7 стационарлық көздер анықталып, оның 6-і ұйымдастырылған, 1-і ұйымдастырылмаған болып табылды. Және 140 стационарлық көздер нормаланбайды. Олар атмосфераның ластануы деңгейін талдау құрылыс кезінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлеріне төмен мәндерге ие болатын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатын көрсетті. 7-ші слайдта атмосфералық ауа 2025 жылға арналған ластану көздерінен атмосфераға ластаушы жол берілетін шығындылар көрсетілген. Құрылыс ұңғымаларды күрделі жөндеу және пайдалану кезеңдерінде. Және 8-ші және 9-ші слайдтарда 2025 жылға арналған құмкөл кен орнында биоплиталардың ластаушы заттардың төгу нормативтері көрсетілген.
Арыскүл кен орнында ағынды суларды өздігінен тазалайтын биологиялық тоғандар жасалған. Олар яғни биологиялық тоғандар инженерлік құрылымдар болып табылады. Ағынды суларды өздігінен тазарту табиғи процестер, бактериялар, фито және зоопланктондар жүзеге асады. Ағынды суларды тазалау 3 сатыдан тұрады. Бірінші сатылы тазалау аэробты тазарту биотоғаны, екінші сатыдағы табиғи аэрациясы бар факультативті тоған, үшінші саты табиғи аэрациясы бар жинақтаушы тоған. Жасанды биоотқыттар инновациялық және үнемді әдістерге жатады және табиғи ортаға ағынды суға кірместірін түпкілікті тазалаудың өміршең әдістерінің бірі болып табылады. 10-шы слайдта құрылыс және пайдалану кезінде суды тұтыну және суды бұру. Өндірістік қажеттіліктерге ауыз су пайдаланылмайды, ағынды суларға ағызу және жер үсті объектілеріне жүзеге асырылмайды. Суды ұтымды пайдаланады және жер үсті жер асты суларына әсері болжанбайды. 11 және 12 слайдтарда 2025 жылға арналған қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, қалдықтарды жинақтау және көму. Қатты тұрмыстық қалдықтар көму учаскесіне қолданыстағы полигон орналасқан ауданда орналасқан вахталық пункттерден қалдықтар қабылданады. Қалдықтар арнайы контейнерлерге жинақталып, қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына тасымалданады. Полигонда тұрмыстық қалдықтар жинау, тығыздау, оқшаулау бойынша барлық жұмыстар механикаландырылған түрде орындалады. Полигондарда арнайы жасақталған торлы қоршаулы қалқа астындағы қалдықтарды жинақтау және алдын ала сұрыптау көзделеді. Сұрыптау кезінде пластикалық және резеңке қалдықтар бөлінеді. Сұрыпталғаннан кейін жануға жататын қалдықтар өртеу пешіне жіберіледі. Өртеуге жатпайтын қатты тұрмыстық қалдықтар полигонда көміледі немесе кәдеге жаратуға беріледі. Аталмыш шаралар бұл қоршаған орта компоненттерінің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. 13-ші слайдта топыраққа өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеру болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдарына жобалардың объектілерінің тыс орналасқан, жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді. Топырақ аралық қасиеттерді сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. 14-ші слайдта өндірістік экологиялық бақылау. Экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы мыналарды қамтиды. Өндірістік экологиялық мониторинг процесінде бақыланатын параметрлердің міндетті тізбесі, өндірістік мониторинг пен өлшеуді жүзеге асыру кезеңі ұзақтығының жиілігіне байланысты, өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу әдістері, сынамаларды алу нүктелері мен өлшеулер жүргізілетін орындар, деректерді есепке алу, талдауды, хабарлауды жүзеге әдістері және жиілігі. Ішкі тексерулердің жоспар кестесі және оларды сақтамауға ден қоятын ішкі құралдарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзушылықтарды жою рәсімі. Аспаптық өлшеулердің сапасын қамтамасыз ету тетіктері және штаттан тыс жағдайларға әрекет ету. 15-ші слайдта жобаның қоршаған ортаға кері әсерін болдырмау шаралары. Нормативтерді сақтау жөніндегі іс-шараға бірінші технологиялық жабдықтың беріктігі мен герметикалығын қамтамасыз ету, екінші отынның жану режимдерін оңтайландыруды қамтамасыз ететін технологиялық шешімдерді енгізу, үшінші парниктік газдар шығындыларын төмендеу, төртінші техникалық байқау, ағымдағы жөндеу, автокөлік пен арнайы техникаға арналған қосалқы бөлшектерді тексеру және сатып алу. Бесінші жолдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Алтыншы жерді өндіріс және тұтыну қалдықтарымен химиялық, биологиялық, реактивті және басқа да зиянды заттармен ластанудан қорғау. Жетінші әкімшілік аумақтық бірліктердің аумақтарын көгалдандыру, мамандандырылған ұйымдарға кәдеге жаратуға беру. Мұнай өндіру кезінде аварияға қарсы іс-шаралар, яғни планетті қосылыстарды қадағалау, жабдықтарды уақытылы ауыстыру, алаңдарды бетондау. Сонымен қатар коррозияның пайда болуын тексеру, мұнай резервуарлары бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізу, кен орындарының объектілері мен аумақтарын радиологиялық зерттеу, мұнай кәсіпшілігі аумағында экологиялық ахуалды зерттеу және мониторинг жүргізу, мүмкіндік болатын мәселелерді анықтау және теріс әсерге экожүйеге теріс әсерін болдырмау, сапалық және сандық көрсеткіштерді нормативтік құжаттарды әзірлеу, мамандардың біліктілігін арттыру, экологиялық білім беру. Осы шараларды сақтау, құрылыс, монтаж және пайдалану жұмыстары кезеңінде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нысан орналасқан аудандар және оған іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар,
сәулет ескерткіштері жоқ. Бұл объект үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар талап етілмейді. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады. Құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылыс кезеңінде қоршаған ортаға әсері шамалы болады және экожүйеге елеулі өзгерістер әкелмейді. Пайдалану кезеңінде әсері орташа деңгейде және экожүйеге қайтымсыз өзгерістер туғызбайды. Жер асты және жер үсті суларының ластануына әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегінде топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгерісі әкелмейді. Әлеуметтік және экономикалық аспектілерге әсері жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмысқа орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асырудың қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы мен пайдалануға берілуі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Тұтастай алғанда болжамды жұмыстар ауданындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстары салдары ұсынылған табиғатты қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтынын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2025 жылғы 3 тамыздағы номері 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Сұрақ қоймас бұрын өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Маржан, сұрақтар бар ма? Да, у меня вопрос. По проекту дополнение к групповому техническому проекту строительства скважин. Почему проект называется дополнение? Это до этого проводился или как? Ранее проект был разработан, но там номера скважин уже более указаны в дополнении. То есть это идет как дополнение, но количество скважин поменялось и номера скважин добавились. То есть ранее это были условные номера у скважин, сейчас это точные номера скважин на 2025 год. А бурение проводилось раньше? Ранее, да, проводилось. В прошлом году бурение проводилось по Арскому. Ну, на этот же участок теперь заново, да, проводится? Но участок-то Добавлены этот... новые источники, да? Скважины Скважины, другие. да? Скважины другие. То есть в прошлом году была запланирована одна скважина. В этом году у нас тоже одна скважина запланирована бурение. В связи с этим дополнение, то есть и номер скважины указывается, и дополнительная скважина будет буриться. Значит, в прошлом году по этому проекту пробурена одна скважина. Маржан, саламатсыздар, қалай жағдайыңыз? Маржан, Ермагамбетова Райхан, аха начальник отдела. Я дополню. Просто разрешение, экологическое разрешение кеше 2024 жылы бізде бітті 25-ке. Сондықтан дополнение группового техническому жасадық қолындаге. 5 жылға жасалған ғой алдында. Групповой технический проект 5 жылға жасалған. 24 жылы осы глубиналар, 20, но там жаңағы айтқанда условная скважина были, условно указаны. Номера скважин. 25 жылға біз қайтадан енді разрешение алып жатырмыз. Без дополнения сразу новые скважины в Юрге Бомайна или как? Как? Проект на без дополнения. Нет, почему? Это тот же групповой технический проект, который в предыдущих годах действовал, понимаешь? И сейчас мы Нет, там условные обозначения на 5 лет были указаны скважины. Казыр мы уточнили ее, то есть дополнили, дополнение гигазы, то есть уточнили скважина номер қойылды. И согласно плану бурения. Мысалы, план бурения на 5 лет жасалады ғой бізде. 5 жылда сосын көрсетіледі, әр жылда неше скважина бұрғылайтынбыз. Соған байланысты скважина номерларын тұрақты көрсетті. Да, конечно. Погадан көрсетті. Где было два испытания газа? При испытании, там всего лишь у нас одна скважина на 2025 год запланирована проектом. При испытании газ сжигаться не будет на факелах,
а будет отправляться на групповые установки с дальнейшей переработкой газа на месторождении. То есть Арыскум у нас же не только печи, факела, но также есть и закачка газа в пласт, также факела не будут использоваться. Сжигание газа не предусмотрено в проекте. В проекте обоснуете так же, да? Да, в проекте точно так же обосновано. А другие года, 26-й, предусмотрено, да, сжигание газа? Там в 23-м году было сжигание газа на факеле, да, при испытании скважины. В 23-м году. Нет, Проектом будущее, было да. предусмотрено. Только предусматривает скважину бурение дальше? На На следующий... один год. Нет, ну Да. в данном случае мы же на 25-й год основной рассматриваем. Только на один год? Да, если в следующем году будут какие-то изменения, то это будет в проекте дополнено. То есть если это будет сжигание, да. Корректировку проекта. Ага. Этим проектом только на 25-й год, да? Да. Предусматривается? Ну, расчет полностью сделан, Маржан, на все года. Вот там 3 года, если я не ошибаюсь, на 3 года расчет выполнен, но нормативы мы запрашиваем только 25-й год. Если в 26-м году при корректировке и при изменении, да, какие-то будут есть изменения, то, соответственно, и в проектной документации будут внесены дополнения. То есть, если будет предусмотрено сжигание газа, то будет получено соответствующее разрешение на сжигание газа. Но в этом году не планируется. Проект разработан на 3 года, но разрешение будете получать только на 25-й год, да? Да. Қазіргі таңда, иә. Жақсы, ага. Все, хорошо. Больше нету, да, вопросов? Больше вопросов? Нет. Все. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз Қарсылық жоқ. басқа сұрақтарыңыз болмаса қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды жабық деп жариялаймын. Уақыт тауып белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет.